Мына жердегі 12 жолақты тоқып бітірдік қыздар. Біреуі мінекей мына басынан бітеді, біреуі мына басынан бітеді. Мына жақтан біткен басын қиып алып, әрі қарай жаңағы жасыратынды, қалай жасыратынын көрсеттім ғой қыздар, солайынан жасырып тастайсыздар әрі қарай. Мына жіпті былайынан өткізіп араларынан жасырып жіберіңіздер де артығын қиып тастаңыздар. Мынаның басын кішкене күйдіріп қойыңыздар, сөгіліп кетеді. Одан кейін бізде әрі қарай мінекей мынау арты басталады, иә. Міне. Осыны тоқимыз, және де қарасаңыздар, артында бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 жолақ. 10 жолақ, бірақ 10-шы жолақты байқасаңыздар, анау екінші қатары тоқылмаған, иә. Оны мынандай немен өрнекпен өрнектеп тастаймыз. Осылайынан 10 жолақ, бірақ 10-ның соңғы қатары тоқылмаған, яғни былай осылай бітіп тұр, жартылай бітіп тұр. Әрі қарай. Мына жерден соединять етіп алғаннан кейін екеуі соединять етпейсіздер. Мына бітіп соңына дейін келесіздер ғой. Біреуін ғана, соңғы мінекей мына жердегі біреуін ғана соединять етіп аласыздар да, әрі қарай тоқып кете бересіздер. Әрі қарай кәдімгідей бір воздушный петля тоқып аласыз да, жаңағы соединять еткеннен кейін. Әрі қарай столбики без накида әрбір петляға осылайынан тоқи бересіздер. Столбики без накида. Осылайша 10 жолақ тоқимыз. 10 жолақтың соңы бітпей тұр, яғни біз 19 қатар тоқуымыз керек, туда и обратно. Мына жерде қараңыздар қыздар, жаңағы соединять еткеннен кейін бір воздушный петля тоқыдық. Одан кейін әрі қарай тоқуды осылайынан столбики без накида жалғастырасыздар. Соңына дейін тоқисыздар да. Қатардың соңына дейін. Мына жерде қатардың соңына дейін тоқып, бірінші петляға соединять етесіздер. Бұл жерде енді 2 рет соединять етеміз, 2 рет біріктіреміз. Өйткені мына біріктіргеннен кейін мына жерде біз бір петля қосылу керек. Сол үшін әрбір қатарда, мысалы мына жағынан біреу, мына жағынан біреу бір петля қосылып отыру керек. Сол үшін екеуін біріктіреміз, соединять етеміз. Мына жерде біреу соединять еткен себебіміз бізде тоқу былай қарай жалғасатын болды ғой, керісінше, сондықтан да біреу ғана болды. Қатардың соңына дейін келіңіздер, қазір сол жерді көрсетем қалай тоқылатынын. Қатардың соңына дейін тоқып келдік, енді стенкамен мына жақтағы, яғни петлялармен біріктіреміз. Мінекей біреуі кетті, екіншісі кетті. Жұмысымызды айналдырып аламыз да, әрі келесі қатарды бастаймыз. Келесі қатар мінекей тура жаңа біз 2 петля біріктірдік қой. Біреу, екеу, соның екіншісіне тоқимыз. Әрі қарай осылай жалғап кете береміз қыздар. Әрбір петляға бір столбик без накида тоқи береміз осылайынан. Тура осылай тоқып келеміз, қатардың соңына келеміз. Қатардың соңына келген кезінде мінекей мынау тұрған 1, 2, екеуіне біріктіреміз да, қайтадан айналдырып, мынадан бастап тоқимыз. Өстіп туда обратно екі жаққа қарай тоқып кете береміз қыздар. Осылайша бізде мінекей мынау 10 жолақ пайда болу керек. Осы 10 жолаққа келген кезінде әрі қарай қалай аяқтап, одан кейін өрнектеуді қалай жасаймыз, соны көрсетемін сіздерге.